Çarşambaga астық düştü. Kızıl жұмыс басталып, жинап алды жан салып. Тәрбелеп топырақ судырып ұшады, сарғайып бұттарап көз нұрын құшыр. Жетті жерін ақтық күш, емешін аусақтыны, жиып жеріп болан жоқ, той жасайды қалқыныз. Қадам, бұды амадызым, туана бал, күзге өке ала білсін. Yetti деп бір ауылда атасы мен әжесі және немересі тұрыпты. Үшеуі тату-тәтті өмір сүріпті. Жазда басаларына көкөністер отырғызыпты. Тек ана жалқау еріншек болыпты. Жаз бойы дәнжіп отыра беріпті. Көзі келді. Атасы мен әжесі бақшаға картоп қазуға жиналды. Атасы күрек алып барып картоп қазайып. Қасақ қазайып. Анар қызыма шелек алып бізге көмектес. Оны не деген әжешім? Менің қолым бос емес. Қазір бақшадан жұмыс істеу сәнде емес. Әжесі күрсіне шелекті алып, атасымен бірге бақшаға қарай кетеді. Қадам жасайды да, белім ұстап қалады. Ой, атасам не болды? Барып жүрін арықтыр, тағы берін арып бастады. Несінде картопты кім қазады? Атасы арқасын ұстап үйге қарай бет алыпты. Әжесі көйлек шелекті алып, атасының артынан жүреді. Атасы бүгін Қазақстан арнасынан ғажайып күздің бақытты сәттері деген балалардың кеші болып жатыр. Жақсы көрейік, жаз демалайын, білім алсын басылар.
басуын ойлап кетеді. Демектен ойламаған жерден ана дүниені құрбылары келеді. Сәлем қыздар, сәлем ана. Әдетегі күніңіз ұзылды. Әжем маған бақшадан салатқа көкөністер әкелді. Мені басым ауыртты. Бір күн кеше ұйқыда. Әжесі салатын дайындауға кірісті. Барлық көкөністерді жуып тазалады. Текшелеп турап алды. Бірінші картопты салды. Картопқа қосып сәбізді араластырды. Қызылша салыпты. Қызанақ салыпты. Пияз салыпты. Жасыл бұршақ салыпты. Бәрінің үстіне май құйып, тұз салып араластырады екен. Онымен болса, әжесі бәрін тамақтандырады екен. Өзгереді балалар, жаны жерге жауады. Өзгереді балалар, аспанды бұл жауады. Сәттір күттір, жаңбыр солай жауады. Сәттір күттір, жаңбыр солай жауады. Күзде дала жаурайды, көкте бұлттар аунайды, бұтағынан нұсырып шапырақта саулайды. Дала сары киінді, самал соқты салқындау, құрмандағы үйінді, алтын асық алтын тау. Қошылыққа біреген, күз айын өткен ырыс деген, біздерді қауыштыратын ыстық қоя мектеппен. Орманға барып серуендеп келеді. Аташым, әжешім, құрбылармен барып орманға барып серуендеп келейінші. Жарайды, қызым бара ғой, бірақ құрбыларынан қалып қойма. Міне себет тағы бар. Сонас қыста тоса жетеді. Жезек теріп қиналып қайтем, себет сақ бара берем. Көп санарлы құлақтарды көріп, құлбырғанының қалып қойғанын байқамай сере береді. Құлбыларым, құлбыларым, қайдасындар, қайдасындар, құлбыларым, құлбыларым, қайдасындар, қайдасындар. Нара бастың төбене отырып, балғыз қалғанымды сынып жылайды.
жету үшін көп еңбек ету керек. Кыз қаншама ымында бір қыз жылап отыр, ол қызға көмектесші. Жарайды, көмектесейін, қайда отырғанын көрсетіңдер. Жүрміз, кыз қаншама. Не болды, үйіне бармай неге жылап отырсың? Мен орманда адасып қалдым, енді мені ешкім таба алмайды. Жүр, мен сені күзгі бақтың әсемдігін тамашалап, үйіне дейін жеткізейін. Жақындарып сонайған, ақ сарайға шомып, жапырақта жүр ойнап. Еңбек қызып қырларда, бидай гүлді қырманға, алтындауда секіліп, сап-сар боп тұрғандар. Соғыс туып паналды, әнге орап қаланды, сазда өлең сатыққа бөлігі бар адамды. Күз мезгілі басталды. Күз әуелі кепшекті әнге бөліп жастады. Жемасы мөчереті, күз тосымыз бітіне, бәрі тауы беретін, сума деген күш деген. The